Сәлем достар, бүгін картофельный пюре жасаймыз. Ерекше дәмді болып шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Картошкамыздың сыртын тазалап, жуып аламыз. Қайнап тұрған суға саламыз. Картошкамызды піскеннен кейін суын төгеміз. Түбінде шамалы ғана су қалдырамыз. Үстіне сары май салып, жақсылап араластырамыз. 1 стакан ыстық сүтті аз мөлшерде құйып, картошканы езіп араластырып отырамыз. Сүт міндетті түрде ыстық болу керек. Сүтті аздап қосып, араластырып, езіп отырамыз. Картошкамыздың үстіне тұз салып, жақсылап барлығын араластырамыз. Картофельный пюреге тұзды дайын болғаннан кейін саламыз. Картофельный пюремізді миксермен араластырамыз. Миксермен араластырғанда ол воздушный болып шығады. Өздеріңіздің қалауыңыз бойынша миксермен араластырмауыңызға да болады, бірақ маған миксермен араластырғанда өте воздушный болып, күшті болып шыққан ұнайды.